Hayırlı gün, bugün siz birle keks pişirетін bolamın. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы майды салып, миксермен араластырамыз. Қант салып, тағы да миксермен араластырамыз. 2 жұмыртқа салып көпіртеміз. Кейіннен сүзбемізді салып, тағы да көпіртеміз. Сүзбені біз ситадан өткізіп алуымыз керек, әйтпесе ол ұнымызда түйішік болып қалады. Кейіннен ұнымызға қосқышты салып, біраз араластырады. Араластырғаннан кейін ситамыздан өткізеді. Қасықпен жақсылап араластырады, бір масы болғанға дейін. Кейіннен ыдысымызды майлап, кішкене ұн себеді, жабысып қалмасы үшін. Бетін қасықпен тегістеп жібереміз. Кейіннен 180 градуста қызарғанға дейін пісіреміз. Піскен піспегенін ағаш таяқшамен тексереміз. Егер таяқшаңыз құрғақ болса, сіздің кексіңіз пісті. Біраз суытуға қоямыз. Суығаннан кейін алып кесеміз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Пісіріп көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.